Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Ғибратты аудио әңгімелер арнасына қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Оңғар Құрал. YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен әңгімеге кезек берелік. Өзің сүзгіден өткіз. Ел таныған ғұламаға бір кісі келіп, сіз туралы шәкірттеріңіздің бірі не деп жүргенін білесіз бе дейді. Сонда ғұлама, біреудің айтқан сөзін жеткізбес бұрын оны 3 түрлі сүзгіден өткізіп алғаның жөн. Алғашқысы шындық. Соған салар болсақ, айтпақ сөзіңнің рас екеніне көзің толық жете ме дейді. Әлгі кісі, шынымды айтсам, өз аузынан естімедім дейді. Онда екінші сүзгіден өткізейік. Ол жақсы сөз деп аталады. Айтатын хабарың жақсы сөз бет деп сұрайды. Ол кісі, жоқ, керісінше болатын дейді көмілжіп. Онда үшінші сүзгіден өткізіп көрелік. Мүмкін бұл сынақтан өтерсің. Ол пайдалы өнім деп аталады. Ал енді мына хабарыңның маған қандай пайдасы бар деп сұрайды. Әлгі кісі қатты қысылып, пайда бермейтін әңгіме дейді жерге қараған күйі. Сонда ғұлама, өзі сенімсіз, әрі жағымсыз әңгіме болса, әрі маған түк пайда келтірмесе, оны маған қандай жақсылық ойлап жеткізгің келді деген екен. Бұл бәрімізге де керек сүзгі екен. Әңгіме Толқын KZ сайтынан алынды.